Кейде беліңізде пайда болған қышымада қауіпті аурулардың белгілері болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі. Өмірлік маңызды бар заттарды синтездейді және де токсиндерді сыртқа шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең тараған проблемалардың бірі. Тек Америка құрама штаттарының өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруларынан зардап шегеді екен. Олай болса, осы видеоды соңына дейін көріп, өзіңізге қаратты, сіз білмейтін түрлі ақпараттармен танысып алуға шақырамыз. Бұл видеоны басқа да достарыңызға таратып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Егер сіз үнемі қабырғаңыздың төменгі жақтауларының сыздап ауыратынын сезсеңіз, жеделдетіп геопатолог, гастроэнтеролог, тым болмағанда терапевтқа көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды, себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ болуы мүмкін болады. Әдетте ауырсыну және шаншу ауру өте асқынған кезде ғана пайда болады. Ондай жағдайда бауырыңыз іседі, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Міне содан кейін ғана науқас ауруды сезетін болады. Мұндай жағдайда өкінішке орай емдеу кеш болып жатады. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайларда да болуы мүмкін. Мысалы, өт қабығының ісінуі. Бауыр ауруының басқа қандай белгілері бар? Соған тоқталайық. Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсу сезімі мүлдем болмайды. Бауыр ауруларының белгілері ең алдымен ол әлсіздік. Бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, бас айналу және құсу, тәбеттің жоғалып кетуі. Аяқтың төменгі жақтауларының жиі ісінуі, іштің кебуі болып табылады. Белгісіз себептермен дененің кез келген бөліктерінде, қолда, аяқта, иықта қышудың көбеюі негізгі белгілерінің бірі болып табылады. Егерде жоғарыда көрсетілген белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, қышуы, дәрет түсінің бұзылуы байқалатын болса, дәрігерге міндетті түрде жүгінгеніңіз дұрыс болады. Бауыр не үшін ауырады? Осы сұраққа тоқталайық. Бұл ағзадағы белгілері сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп таралған түрлеріне тоқталайық. Бауыр ауруларының бірнеше түрлері бар. Ол вирусты гепатит деп аталады. А, В, С, Д гипервирустары. Олардың арасындағы ең қауіптісі В. Адам өміріне үлкен қауіп төндіріп, өліміне алып келуі мүмкін. Ал арасындағы ең әлсіз түрі А түрі болып табылады. Бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауру деген атаққа ие. Ол кір қолмен жуылмаған жеміс жидектерден лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы ол басқаларға жасырын емес, бірден сезіледі. Алдын алудың мүмкіндіктері де бар. А вирусы емдеуге болады және де емдеуден кейін толық сауығып кетуге әбден мүмкін. Ал А, В, С және Д вирустарын анықтау және оларды емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустың әрқайсысы циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне немесе тіпті бауырдың қатерлі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Алкогольді гепатит бауыр қабынуының тағы бір түрі. Вирус немесе алкоголь тұрақты және шамадан тыс алкогольді тұтыну бауырдың ішкі ауруындағы талшықтарды тудырады. Нәтижесінде цирроз пайда болады. Яғни бауырдың сау тіндерінің жұмысы тоқтайды. Гепатиттің басқа түрлері алкогольге дейін басқа есірткіні асыра пайдалану нәтижесінде де пайда болатынын ұмытпағанымыз жөн. Май алмасудың бұзылуы жасушаларда май жиналған кезде ауру адамда пайда болады.
Бұл олардың ағзаларға жұмысына кедергі жасайды. Олар залалсыздандыра алмайды да, бос радикалдардың жиналуы болады. Жасушалар өле бастап, бауыр өзінің негізгі қызметін жасауды тоқтатады. Майлы гепатоз шағын қолайсыздықты туғызады, бірақ айқын симптомдары жоқ. Жүрек айну, іштің кебуі, ас қорытудың бұзылуы, дәреттің қиындығы, жоғарғы дене температурасының көтерілуі байқалуы мүмкін. Бауырға сары ауру, күйік дәмі айқынырақ көрсетілуде мүмкін. Келесі кезекте бауырдан тудыратын, бауыр ауруынан туатын ісіктерге тоқталайық. Бауыр ісіктері қатерлі және қатерсіз болып бөлінетінін ұмытпағайсыз. Қатерсіз ісіктер айтарлықтай жиі кездеседі және басқа да түрлі анализдер тапсыруды қажет етуі мүмкін. Мысалы, МРТ, биопсия, бауырдың кіші ұлпаларын зертханада тексеру арқылы ауруды белгілерін табуға көмектеседі. Кейде өмір салтын өзгерту бауырды қалпына келтіруге әбден жеткілікті болады. Артық салмақты арылу, алкогольден бас тарту, майлы тағамдарды жемей, дәрігердің берілген тамақтарын тұтыну арқылы сіз бұл аурудан құлан таза айығып кетуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан да денсаулығымызды күтуге шақырамын. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпағайсыз. Келесі видеода кездескенше.